Кез келген шәкірттің мектепте қолдаған аттағаннан кейін алдында мамандық таңдау мәселесі тұрады. Бұл біздің өміріміздегі ең басты қадам болмақ. Шыны керек, қазіргі таңда жастарға беріліп отырған мүмкіншілік өте көп. Өзіме келетін болсам, мамандығымды таңдағанда ата-анамды қолдау білдірдім. Өз мамандығымды өте жақсы көремін және болашақта басқа салада елестете де алмаймын. Мен Қыркүйекте маман су шаруашылық колледжінің геотехникалық құрылыс мамандығы бойынша 2-ші курс студентімін. Студенттер парламентінің мүшесімін. Студенттік кезеңді мүмкіндіктер уақыты деп білемін, және сол жолда қоғамның түрлі саласында облыстық деңгейде жетістіктерге жетіп жүрмін. Атап айтатын болсам, Алматы облысы мамандықтар әлеміне жол ашамыз облыстық байқауында бас жүлдені жеңіп алдым. Ең алғаш колледж қабырғасына келгеннен бастап өз мамандығыма деген қызығушылығым арта түсті. Себебі менің қазіргі мамандығым елімізге өте қажетті мамандықтың бірі. Су саласы ел экономикасының дамуы мен әлеуметтік жағдайының артуына тікелей байланысты. Қазіргі кезде өндірістің бірде-бір саласы сусыз жұмыс істеп және дами алмайды. Электр энергиясын өндіруге, ауыл шаруашылығында жайылымдарды суландыруға да су қажет. Сондықтан да мамандық таңдау кезінде гидротехникалық нысандардың құрылысына қатысу үшін және де жерді суландыру, егін шаруашылығына суды реттеп жеткізу, суды тиімді пайдалану жолдары үйрену үшін гидротехник мамандығын таңдадым. Болашақта гидротехникалық құрылыс саласының білікті маманы болып, су тапшылығын бар жатқан аймақтарды сумен қамтамасыз ету жолдарын тауып, және кейбір елді мекендерді су басу қаупінен алдын алу үшін еліме өз пайдамды тигізгім келеді. Қазақстан Республикасының колледждерінің 300 үздік студенті жобасының бағын сынап, болашақта биік белестерден көрінгім келеді.